Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Қоспаларымыз өте оңай қосатын, үйде бар заттардан жасалады. Балдарға ұнайды дәмі. Жасап көріңіздер. 3 жұмыртқаға жарты чайный ложка тұз және 120 грамм қантты қосып, жақсылап миксерлеп араластырамыз шекері ергенше. Жақсылап миксерленген қоспамызға еріген сары майды 180 грамм 200 грамм көлемінде қосып, тағы да миксерлейміз. Және де 200 грамм көлемінде ұн қосып миксерлейміз. Баяу скоростта. Осымен біздің қоспамыз дайын. Осындай қатты қою емес сұйықтық пайда болады. Вафельницамызды қосып қыздыруға қоямыз. 5-6 минут көлемінде қызған вафельницамызға 1 ас қасық көлемінде қоспамызды қосып пісіреміз, яғни басып барынша. Қатты үлкен емес вафлилер дайындаймын. Егер көлемділеу дайындағыларыңыз келсе, ас қасықтан көрі үлкендеу 2 ас қасық болмаса басқа да құятын ыдыспен құйсаңыздар болады, яғни ожаумен шағындау. Жасап көріңіздер, өте ұнайды деген ойдамын. Каналға жазылып бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен орауға ыңғайлы болу үшін тақтайға фольга орап қойып алам, астына жабыспас үшін. Сонда вафлиді орау ыңғайлы болады маған. Мінекей осылайынан бар жоғы жарты сағат көлемінде бізде вафлилар дайын болады. Шайға бергенге өте дәмді.